Президент Қасым-Жомарт Тоқаев кітап оқу мәдениетін дамыту жөніндегі жарлыққа қол қойды. Құжатта жастар арасында кітап оқуды насихаттау, кітапханаларды жаңғырту және ұлттық әдебиетті кеңінен дәріптеу міндеттері айқындалған. Бұл бастама Сәтпаев қаласында да жүйелі жүзеге асырылып келеді. Сәтпаев қаласындағы Баубек Бұлқышев атындағы орталық кітапханада соңғы жылдары ауқымды жаңғырту жұмыстары жүргізілген. Қазіргі таңда руханият ордасы заманауи мәдени білім беру орталығына айналып отыр. Мұнда коворкинг аймағы, конференция залы, интерактивті тақта мен LED экран орнатылған. Оқырмандарға қолайлы орта қалыптастыру мақсатында жаңа цифрлық мүмкіндіктер енгізілген. Кітапханада Жиырүйық, Атамекен, Жыр-жауһар, сыр-сұхбат секілді клубтар тұрақты түрде жұмыс істейді. Сонымен қатар оқитын ұлт, кітапхана отбасы, буккроссинг жобалары арқылы жастардың кітапқа қызығушылығын арттыруға басымдық берілуде. 2026 жылы 16 мамырда мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев кітап оқу мәдениетін дамыту туралы жарлыққа қол қойған болатын. Құжат халық, жастар, оның ішінде балаларға кітапты насихаттау, сондай-ақ кітапханаларды жаңғырту, ұлттық әдебиетімізді насихаттау, шет тіліне аудару, кеңінен тарату міндеті берілді. Сондай-ақ жылдың 10 оқырманы жобасын іске асыру, зерделі ұлт тұжырымдамасын әзірлеу, жаңа кітапхана және кітап шығару ісі туралы заң қабылдау, бірыңғай ұлттық цифрлық кітапхана платформасын құру және кітап оқу мәдениетін дамытуға арналған ұлттық сыйлық тағайындау жоспарланды. Бүгінде кітапхана қорында 57 мыңнан астам кітап бар, күніне 50-ден аса оқырман келеді. Олардың басым бөлігі жастар. Мамандардың айтуынша, жастар арасында көркем әдебиет пен психологиялық кітаптарға сұраныс жоғары. Қазіргі кітапхана тек кітап сақтайтын орын емес, қоғамның рухани әрі зияткерлік орталығы. Зерделі ұлт білімді ой өрісі кең, сыни ойлай алатын, ғылым мен технологияны меңгерген, мәдениеті мен ұлттық құндылықтарды қатар алып жүретін қоғам деген ұғым. Кітапхана білімді сыни ойлайтын қоғам қалыптастыруға маңызды орталық деп айтамыз. Оқу мәдениетін дамытып, жастардың кітапқа қызығушылығын арттырады. Сонымен қатар ақпаратты дұрыс талдауға, цифрлық сауаттылықты меңгеруге көмектеседі. Биыл кітапханада Жамбыл Жабаевтың 180 жылдығына арналған Ұлы дала абызы аймақтық жыр байқауы ұйымдастырылды. Сондай-ақ кітапханашылар арасында кітапханашылар не оқиды жобасы бастау алып, әдеби шығармаларды талдау кездесулер өткізілуде. Алғашқы отырыстарда Жүсіпбек Аймауытовтың Ақбілек романы мен Бейімбет Майлиннің Шұғаның белгісі повесі талқыланған. Мұнда бұл жобаның мақсаты кітапқа деген махаббат, кітаптың қасиеті, кітаптың маңызы туралы айтылады. Автор туралы, автордың шығармашылығы туралы айтылады. Енді бұл бастаманы біз Сәтпаев қаласының Баубек Бұлқышев атындағы орталық кітапхана қызметкерлері осы бастаманы құптады. Мемлекет басшысының зерделі ұлт қалыптастыру жөніндегі шаралар туралы жарлығында ұлттық әдеби мұраны кеңінен насихаттау міндеті қойылды. Кітапханадағы мәдени ағартушылық жобаларда қазақтың көрнекті ақын жазушыларының еңбегі дәріптеліп келеді. Мәселен, әлемдік деңгейдегі классиктер Әбдіжәміл Нұрпейісов, Шыңғыс Айтматов, Олжас Сүлейменовтің кітаптары сұранысқа ие. Менің ойымша, қазіргі кітапхана заман талабына сай, ашық әрі қолжетімді білім кеңістігі болу керек. Онда тек кітап оқу ғана емес, мұнда шығармашылық, пікір алмасу кештері өтіп тұрады. Кітапханашылар білімді де саналы ұрпақ өсіру үшін жастарға кітап оқуға түрлі жағдай жасаймыз. Осы жарлықтың орындалуына тамшыдай болса да үлесімізді қосуға міндеттіміз деп ойлаймын. Кітап оқу мәдениетін дамыту, болашақтың білімді әрі саналы ұрпағын тәрбиелеудің негізгі жолдарының бірі. Кітап оқитын қоғамның ой өрісі кең, мәдениеті жоғары болады деп сенімдеміз. Кітап оқу мәдениетін қалыптастыру болашақтың білімді әрі саналы ұрпағын тәрбиелеудің маңызды бағыты. Президент бастамасы аясындағы жұмыстар Сәтпаев қаласында да жалғасып, рухани дамуға серпін беруде. Нұрлан Қонысбай, Ерасыл Ижанов, Ақшам телеарнасы, Сәтпаев.
Сәтбаев